Сәлем, достар. Бүгін біз темекінің ағзаға, әсіресе өкпеге зиянды әсері туралы әңгімелейміз. Егер сіз темекі шегудің қауіптілігі мен оның денсаулыққа әсері туралы білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Темекінің құрамы және оның зияны. Темекі түтінде 7000-нан астам химиялық зат бар, оның ішінде 250 зиянды, ал 70-ке жуығы қатерлі ісікке әкеледі. Негізгі зиянды заттар. Никотин – бұл тәуелділік тудыратын басты элемент. Көміртек тотығы қандағы оттегін азайтып жүрекке зиян келтіреді. Қатерлі ісік тудыратын смолалар өкпе тіндеріне жиналып, қабынуды арттырады. Өкпеге әсері. Темекі шегу өкпенің табиғи қорғаныс қабілетін бұзады. Түтін құрамындағы зиянды заттар тыныс алу жолдарын тітіркендіріп, келесі ауруларға әкелуі мүмкін. Созылмалы обструктивті өкпе ауруы, СОА. Өкпенің қатерлі ісігі. Эмфизема – бұл өкпенің икемділігін жоғалтуы. Сонымен қатар, шылым шегушілер жиі жөтеліп, тыныс алуда қиындық сезінеді. Жалпы ағзаға әсері. Темекінің әсері тек өкпемен шектелмейді. Жүрек, темекі жүрек талмасы мен инсульт қаупін арттырады. Асқазан жарасын тудыруы мүмкін. Иммунитет, темекі шегушілер инфекцияларға бейім келеді. Тері, шылым шегу терінің қартаюын тездетеді, әжімдерді көбейтеді. Көру және есту көз катарактасын және есту қабілетін төмендетеді. Пассив темекі шегу. Пассив темекі шегушілер темекі шекпесе де, түтіннен зардап шегетін адамдар. Балаларда демікпе, бронхит, ал ересектерде жүрек қан тамырлары ауруларының қаупі жоғарылайды. Темекіні тастау жолдары. Темекіні тастау өміріңізді ұзартудың ең маңызды қадамы. Міне бірнеше кеңес. Дәрігерден кеңес алыңыз. Тәуелділікті жеңуге арналған арнайы өнімдерді, никотин патчы, сағыз, қолданыңыз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз және темекі шегушілерден аулақ болыңыз. Есіңізде болсын, темекіні тастағаннан кейін ағзаңыз қайта қалпына келе бастай. Қорытынды. Темекі шегу тек сіздің ғана емес, айналаңыздағы адамдардың да денсаулығына зиян келтіреді. Өз денсаулығыңызды қорғау сіздің қолыңызда. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Ал сіздің ойыңыз қандай? Пікірде бөлісіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.